Қайырлы күн достар, қонақ күтіп жатсаңыздар, дастарханның сәнін ашатын самсаның осы түрін жасаңыздар. Өте дәмді әрі қатпарлы болып шығады. Алдымен каналға тіркеліп алыңыздар. Суымызға 1 чайна ложка тұз қосып, жұмсақ қылып қамыр елеп қоямыз да, бетін жауып 10 минутқа демалдырып қоямыз. Қамырымызды 4 бөлікке бөліп, бетін жауып, тағы да 10 минутқа демалдырып қоямыз. Сол кезде тез әрі оңай жайылатын болады. Начинкасын дайындайтын кезде 4 пиязды бірінші турап алып, жақсылап қолмен мыжып аламыз. Кейін фаршымызды тұз, бұрышты қосып, араластыратын боламыз. 4 қамырымызды да жуып, жұқа қылып жайып аламыз да, арасына май жағып, рулет қылып орап, холодильникке 10 минутқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Қамырымызды холодильниктен алып, кішкентай бөліктерге бөліп, жайып, қамырымызды бүгетін боламыз. Самсаның қамырын жайған кезде тек шеттерін ғана басып, ортасына теспесеңіздер, самсаның түрі әдемі болып шығатын болады. Самсамызды домалақ қылып бүгіп аламыз да, бір шпажкаға 3 самсаны салып, 180 градуста жарты сағат пісіріп алатын боламыз. Және де достар, бетіне жұмыртқа жағып, кунжут себуді ұмытпаңыздар. Мінекей достар, самсамызда дайын, дәмі өте дәмді, өте қатпарлы болып шығады. Және де қонақ келгенде осылай ерекше қылып самсаны пісірсеңіздер, дастархандарыңыздың сәнін ашатын болады. Астарыңыз дәмді болсын.